қашықтықтан сол УЗИ жасай беруге болады. Сен қандай дәрігерсің, сен бәрін ChatGPT-ден көріп отырсың ғой деп. Сіз өзіңіздің ол жерде қаражаттан шектеулік жоқ қой. Азамат өзінің қалтасынан төлейді. Жұмыс орнынан бөлініп жатқан ақша сол шығындарды жабу тиіс еді. Дәрі алмай қалдым, әртүрлі себептен болмаса маған рецепт жазып бермеді. Өңірлердегі кейбір аурухананың хал ахуалы өте нашар. Армысыз көрермен, эфирде біздің орта подкасты және мен жүргізуші Нағашыбек Алдан. Бүгінгі қонағымыз Ербол Дүйсебайұлы Оспанов, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің вице-министрі. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Бүгін біз Қазақстандағы денсаулық сақтау жүйесінің цифрлық трансформациясы туралы әңгімелесеміз. Атап айтқанда медициналық қызметтердің цифрлануы, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, телемедицина, медициналық деректердің бірыңғай қоры, жасанды интеллект және осы өзгерістердің қарапайым азаматқа нақты қандай әсері бар деген сұрақтарға жауап іздейміз. Ербол Дүйсебайұлы, қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік. Еңбек министрлігінде де, денсаулық министрлігінде де тәжірибелі еңбек еттіңіз, тәжірибеңіз мол. Мен ойымша бүгінгі подкастымыз көпшілік үшін өте құнды болады деп ойлаймын. Сұрақты рұқсат болса бастап кетейін. Қазіргі таңда медицина саласын цифрландыру қарқынды жүріп жатыр. Оны көріп отырмыз, ақпаратын таратып отырмыз. Әр салада тек медицина емес, жалпы барлық сала, соның ішінде медицина өз алдына оқ бойы озып келе жатыр. Соның жалпы қалай сипаттайсыз? Не ілгері, не бәсең келе жатыр, қандай өзгерістер бар? Енді жалпы цифрландыруды трансформацияны алатын болсақ, денсаулық сақтау саласының енді жай келе жатыр ма, жоқ, жаңа үлкен жылдамдықпен келе жатыр ма, оны мен баға бере алмаймын. Бірақ біздің өзіміздің жоспарымыз бар. Мен осы денсаулық сақтау вице-министрі тағайындаған кезде анықталған бір мақсаттар қойылған, сол нәтижелерге жету. Сол жоспарлар аясында жұмыс істеп келе жатырмыз қазір. Жалпы денсаулық сақтау министрлігінің командасы және де бізге тиісті қасымыздағы әріптестеріміз бар. Жаңа жасанды интеллект министрі, басқа да көршілес министрліктер бар. Сол барлығымыз бір мақсатты қойып сол жоспар арқылы жұмыс істеп келе жатырмыз. Енді өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желіде де, ақпараттық бұқаралық ақпарат құралдарында да әртүрлі сынға түсіп жатқан денсаулық сақтау министрлігінің жұмыстары, болмаса өңірдегі денсаулық сақтау мекемелері. Оның бәрі бірінші кезекте біздің ойымша цифрландырудың аясында шешілетін мәселелер. Осы уақытта өзіміздің жаңағы жоспарымыз аясында бірінші кезекте азаматтарға медициналық қызметтердің қолжетімділігін жақсарту. Өйткені бір сынның біреуі қолжетімсіз медициналық қызметкерлер, кезекте тұрамыз, жазыламыз, ұзақ уақыт күтеміз, болмаса дәрігерлер жоқ деген мәселе. Сол сұрақтарды шешу азаматтарға, біздің Қазақстанның азаматтарына медициналық қызметкерлердің қолжетімділігін арттыру. Ол жерде цифрландыру ең алдымен негізгі мақсат, сол. Ол бірде біреу. Енді ол азаматтардың көзқарасынан қарайтын болсақ, мысалы Қазақстан Республикасының азаматы ретінде қандай проблемалар бар деген. Екінші мәселе бұл медициналық қызметкерлердің бүгінгі таңдағы қалпы. Ол дегеніміз не? Жүктемелер көп. Медицина қызметі жаңағы азаматтарға ем көрсету, ем берудің орнына ақпараттық жүйелерде жұмыс істейді, болмаса қағаз басымдық, жаңағыдай әртүрлі факторлар бар. Соның аясында ол бір азаматты 20 минут, 15 минут, 20 минут қабылдаудың орнына бір пациентті 30-40 минут қабылдайды. Өйткені жаңа ақпараттық жүйеде форманы толтыру керек, мына қағаз жүзінде мына форманы толтыру керек, бір ақпараттық жүйенің орнына 2 ақпараттық, болмаса 3 ақпараттық жүйеде жұмыс істеу керек деген сияқты нәрселер бар. Соны жою, құрту. Медициналық қызметкерлер пациентті қабылдағанда тек қана жеңіл және тез қызмет көрсету пациенттерге. Үшінші мәселе бұл денсаулық сақтау саласына бөлінетін қаражатты үнемді пайдалану. Өйткені көп қаражат бөлінеді. Мысалы 25 жылдың өзін айтсақ, 3 триллионға жуық ақша қаражат бөлінеді денсаулық сақтау саласына. Сол қаражатты үнемді пайдалану. Әртүрлі мақсатсыз пайдалануға рұқсат бермеу. Соны ақпараттық жүйе бақылап, процестерді оңтайландырып, автомат цифрландыру. Осы 3 бағытта біз өзіміз негізгі осындай 3 бағытты жұмыс істеп жатырмыз, 3 мақсатты қойғанбыз. Осы мақсаттың аясында енді біраз жұмыстар жасалды. Бірінші кезекте 24 жылы біз талдау жүргіздік. Бүгінгі денсаулық сақтау саласының ақпараттық жүйелері қандай жағдайда?
талдай отырып біздің анықтағанымыз 20-дан асық мемлекеттік ақпараттық жүйелер бар. Оның бәрі бір-бірімен интеграция жасалмаған. Жасалмаған деп айтуға болмайды, жасалған, бірақ толық жасалмаған. Екінші, бір функцияны 2-3 ақпараттық жүйе бір-бірімен қайталанып жатқан кез мәселелері бар. Солардың бәрін айтқанда оптимизация жасап, бірыңғай форматқа келтіріп, бір ақпараттық жүйеге келтіру. Сондай мәселелерді анықтадық. Соның аясында жоспар құрып жұмыс істеп жатырмыз. Енді 25-ші жыл біздің негізгі жұмыстар бастамасы 25-ші жыл басталды. 26-ші жылдың бірінші тоқсанында көп жобалардың өз мәресіне жетеді деп сенімдеміз. Егер сол жетістіктерге жетсек, бір қатар проблемалар шешіледі. Жаңа үш мәселені көтердім ғой, 3 мақсат деп. Сол 3 мақсаттың біраз мәселелер шешіледі деген өзіміздің сеніміміз бар. Соның ішінде баста өзіңіз де айтып кеттіңіз кіріспеде, мына медициналық деректердің бірыңғай дерек қоры. Жаңа айттым ғой, 20-дан аса ақпараттық жүйе бар. Ол бір-бірінде деректерді қайталайды. Екіншіден, көп деректер жекеменшік медициналық ақпараттық жүйелерде қалып қойып отыр. Ол жаңа денсаулық сақтау министрлігі де, медициналық сақтандыру қоры да ол деректерге қол жетімсіз бүгін. Соларды бірыңғай дерек қорға жинап, сол арқылы әртүрлі оң шешімдерге, оң нәтижелерге жету өзімізге жаңа сеніміміз бар. Сол бірінші ядро дейді, орысша айтқанда, біздің жалпы экосистемамыздың ядросы болып саналады сол. Міне қазір қосымша бар, барлық азаматтарда. Сол қосымша арқылы олар біз уведомление жаңағы хабарлама аламыз, жазылғанымызды білеміз, немесе біз сол жүйе, сол қосымша арқылы толыққанды жалпы өзіміздің емханаларымызбен бір қарым-қатынас орната аламыз ба? Мәселен, жазылу, толық ақпарат алу, оны тағы да жетілдіру бар ма жоспарда? Бүгінгі күні мобильді қосымша арқылы ол қызметтер қолжетімді. Әркім өзінің жеке кабинет арқылы медициналық қызметтерге жазылып, қызметтерге жаңа графигіне, врачтардың графигіне жазылып, қызмет алуға болады, және жаңада әртүрлі хабарламаларды алуға болады. Бірақ бір айтып кететін нәрсе бар. Мемлекеттік электронды документ дейді ғой, соның мобильді қосымшасы бар. Ол жерде барлық қазақстандыққа бірдей қызметтердің түрлері бар цифрлық түрде. Екінші қосымша бұл жекеменшік медициналық ақпараттық жүйелердің қосымшалары. Ол бірақ бұл жерде бір шектеулік бар. Барлық жекеменшік медициналық ақпараттық жүйелерде мобильді қосымша бар емес. То есть, сондықтан мысалы біреуінде бар, біреуінде жоқ. Ірілерінде бар, үлкен компаниялар бар, үлкен мобильді ақпараттық жүйелер бар, соларда мобильді қосымшалары бар. Ол жерде жаңағыдай врачқа графикіне қабылдауға жазыласыз, болмаса хабарлама, болмаса сізді қызмет алған, алмаған туралы жаңағы орысша подтверждение растау. Соны жасауға болады. Әртүрлі ақпараттар бар. Қай участокте қандай врач қабылдап жатыр, қайсы участокке сіз тіркелгенсіз, олардың қабылдау графигі барлығы қолжетімді. Жаңа сол арқылы өзіңіздің жоспарларыңызды, медициналық қызметке жүгінуге бойынша жоспарларыңызды анықтауға болады. Сондықтан ол бүгінде қолжетімді. Екінші сіздің айтып кеткеніңіз, ары қарай ол дамый ма? Бүгінгі таңда біз жаңада мемлекеттік бірыңғай платформа арқылы, бір қосымша арқылы бүкіл азаматтарға, бүкіл медициналық қызметкерлерді қол жетімді жасау. Жаңағыдай бөлек емес, ана қосымшада, мына қосымшада, бір қосымшада. Ол жаңағы электронды үкіметтің мобильді қосымшасы, электронды үкіметтің порталында болады. Ол жерде бүгін өзінде бар. Денсаулық деген бөлімі бар. Электрондық үкіметтің. Сол жерде өзіңіз туралы ақпарат көресіз. Бірақ ол жерде ақпараттың ол толық емес. Оны біз толықтай мойындаймыз, ол жерде толық емес. Өйткені не себеп толық емес ол жерде? Ол бәрі енді тарихи жағдай ғой. Уақытысында осыдан 10 жыл, 15 жыл бұрын ақпараттық жүйе жасалған кезде, негізгі мақсатты ақпараттық жүйелерін құрастырған кезде мемлекет тарапынан қаржыны төлеуге, негізгі мақсат қаржыны төлеу болған олардың.
медициналық записьті алып, соның ақысын шығарып есептеп, сол медициналық ұйымға сол медициналық қызметтің ақысын төлеу, соған ғана бағытталған болатын. Қазір біз оны бағытын бұрып, бірінші кезекте пациенттерге, азаматтарға бағыттау мақсатымыз бар. Кеңейту керек. Иә, кеңейту керек. Оған дерек көздерінің жетпейтіні бар. Біз жаңа айттым баса, жекеменшік ақпараттық жүйелерде қалып қойып жатыр деп, солардың бәрін жинап алуымыз керек. Сол кезде сіздің жаңа электрондық қосымшаңызда ЕГОВтың сол жерде түгел барлық ақпарат, сіздің қай күнде, кімге барғаныңыз, қандай врачқа жүгінгеніңіз, қандай анализ тапсырғаныңыз, тек қана сіздің жеке кабинетіңізде болады. Хабарламалар ма, скрининг өту керек, болмаса вакцинацияға бару керек деген сияқты, солардың бәрі түгел қолжетімді болады. Бір сұрақ туындап тұр. Неге әлі де мемлекеттік емханалар, мысалға жеке емханалардың қабылдау режиміне немесе өңдеу режиміне үлгере алмай жатыр? Мәселен, көпшілік білетін Алим мысалға, иә. Олар қашан барсаң да кезек жоқ, барасың, тапсырасың, нәтижесін аларсың онлайн. Болды сонымен. Ешқандай кідіріс жоқ, бірақ есесіне сен өте көп ақша төлейсің. Ал мемлекеттік мекемелерде олай жасау өте қиын. Сондықтан көпшілік адам уақыт үнемдегісі келеді, басқа да шаруалар бар, немесе жазылғысы келмейді, немесе кейде түсініксіз болады. Сондықтан жекені таңдап келеді. Алайда олардың жұмыс орнынан бөлініп жатқан ақша сол шығындарды жабу тиіс еді негізінде. Осының қалай сіздер өзгертесіздер? Оның бірде-бір проблемасы болып тұрған, енді проблема деп айтуға болмайды, тежегіш фактор деп айтуға болады. Бұл қаржының жетіспеушілігі болып саналады. Мысалы, енді бүкіл мемлекет тарапынан екі қаржының көзі бар. Біреуі республикалық бюджет, тегін медициналық жәрдемақылар көрсетеді. Екінші медициналық сақтандыру қоры. Ол қаржылар бір белгіленген көлемге арналған медициналық көмектің. Сондықтан жаңада медициналық ұйым өзінің қаржысы бітіретін, олар жоспарлайды жұмыстарын. Мысалы, маған мынанша мемлекет мынанша қаражат берейін деп жатыр, болмаса берілді, соны мен мынанша қызмет көрсете аламын. Сол жоспардың орындалуына байланысты олар шектеулер қоюы мүмкін. Біз онымен де күресіп жатырмыз. Мен айтайын, 24-ші жылы мемлекеттік медициналық, мемлекеттік емес, жекеменшіктерде де болды. Бірақ мемлекет тарапынан қаржыланатын жекеменшік ондайлар да бар. Жаңағы графиктері, қабылдау графиктерін қарайтын болсақ, медициналық қызметкерлердің, врачтардың 10-15, ары кетсе 20% ашық азаматтарға, қалған бәрі жабық, тола. Жаңағы адамдар немесе адамдар оған жазылып қойған, немесе ол графигін өзінің жаңағында ашық түрде емес, жауып қояды, қабылдамаймын деп. Ондай мәселелер болды. Соны біз әрбір өңірлермен, медициналық ұйымдармен жұмыс істеп отырып, бүгінгі мен қайта айтпасам 80%-дан асырдық ашықтығын. Жаңағы қаражаттың азаюына байланысты көп қаражат жұмсап қоймау үшін кейбір кезде өкінішке орай кейбір медициналық ұйымдар өздерінің графиктерін жауып қояды. Енді сіз мысалы анализ тапсырғыңыз келеді, болмаса бір медициналық қызмет алғыңыз келеді, сіз жазыла алмайсыз. Өйткені врачтың графиктерінің бәрі жабық тұр. Бір апта, екінші аптада да жазылып тұрады мысалы. Енді соны жою үшін біз қолма-қол жұмыс істеп, бірақ жеке клиникаға барсаң, сол врач кездестіріп қалуы мүмкін. Жеке клиникасы, өйткені сіз өзіңіздің ол жерде қаражаттан шектеулі жоқ қой. Азамат өзінің қалтасынан төлейді. Сондықтан оларға график ашық, кез келген кезде кезекке живой очередь дейді орысша айтқанда, тұрады да қызметін алып кете береді. Өйткені азамат өз қалтасын төлейді. Бірақ оны өзгертуге болады ғой. Оны өзгертуге. Әзір осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Біз айттым ғой, 10-15-20% ашық еді. Қазір соны 80%-ға жеткіздік. Ол дегеніміз, мен кез келген уақытта сол медициналық ұйымда график бос болатын болса, жазылуға мүмкіндік болады. Жазылсам, қабылдайды. Бұрын сол графиктердің бәрі жабық болатын. Жазыламайтын. Сондықтан оны енді екінші мәселесі бар. Соны біз цифрландырып жатырмыз қазір. Бірыңғай бүкіл мемлекет тарапынан қаржыланатын медициналық ұйымдардың бірыңғай графигін жасаймыз. Мысалы, сонда қай врач, қай жерде, мысалы, болады кейбір кезде бір медициналық қызметкер бірнеше медициналық ұйымда жұмыс істейді. Енді біз соның бәрін бір график жасаймыз. Мысалы, түске дейін мына кісі врач мына жерде жұмыс істейді, түстен кейін мына жерде жұмыс істейді. Ашық,
қай уақыттан қай уақытқа дейін қабылдайды. отпускіге мысалы демалысқа кетсе, жұмыс демалысына кетсе, жұмыс демалысқа кетеді. Егер ауырып, өкінішке орай ауырып, бәрі бір жерде көрініп тұрады. И соның бәрін мына его арқылы азаматтарға қолжетімді жасаймыз. Сол кезде мына медициналық қызметтердің қолжетімдігі бірнеше есе арту керек. Жақсы, мен келесі блок дәрі-дәрмек туралы сұрағым келіп отыр, бірақ оған дейін мен кішкене сізбен ChatGPT туралы әңгіме өрбітсем деп отырмын. Себебі қазіргі таңда өзіңізді білесіз, медицина саласындағы енді 90% әріптестеріміз шығар, енді үлкен жастағылар болмаса, барлығы дерлік қолданады, жаңағы жасанды интеллект өнімдерін. Оны қарапайым азаматтар да қолданады, өзінің анализін түсіну үшін, өзінің диагнозын түсіну үшін. Бірақ медицина саласында сол жасанды интеллектке жиі жаңағыдай иық арту, соны қайта қолдану біздің мамандардың біліктілігін төмендетіп тастамай ма деген күдік туындады. Себебі тіпті өз достарым арасында да маған оны әзіл ретінде айтып отқандар да болды. Өйткені біз айтамыз, сен қандай дәрігерсің, сен бәрін ChatGPT-ден көріп отырсың ғой деп сынаймыз деген сияқты. Осы тұрғыда қандай өздеріңіздің жалпы сараптамаларыңыз бар? Жалпы бізде ол жағынан талдау жұмыстарын, сараптама жұмыстарын жасап жатырмыз. Одан басқа айта кететінім, біз мына медициналық университеттер бар ғой біздің, медициналық қызметтен. Сол жерде жасанды интеллектті қолдану тетіктерін үйретуді жоспарлап отырмыз. Өйткені ол біздің қалауымыз емес, ол заманның қалауы. Сондықтан әрбір медициналық қызметкер келешекте жаңа жасанды интеллектпен жұмыс істеуді ондай құзыреті мүмкіндігі болу керек, және оған тиісті компетенция дейді болу керек. Ол бір. Екіншіден, ол рас, көп азаматтар бүгінгі таңда өздерін жаңа лабораторияның анализдерін екен жаңа әртүрлі жасанды интеллекттің сервистеріне енгізіп, жаңағы нәтижесін қарайды. Норма көрсеткіштер нормаға сай ма, сай емес, болмаса соның нормаларына жаңа көрсеткішіне қарай дәрі-дәрмек іздеген кездері болады. Болмаса кімге жүгіну керек, қандай маманға жүгіну керек деген сияқты, несі ауырып жатыр, қай жер ауырып жатыр деген сияқты сондай сұрақтарды қойып жатқан кездер болады. Оған біз шектеулі қоя алмаймыз. Оны өткен GPT чаттың өткенде денсаулық сақтау саласы бойынша өздері шектеулі қойып жатыр ғой. Сондықтан әр азаматтың құқығы, бірақ сонымен қатар менің ойымша азаматтар, мысалы біздің медициналық қызметкерлер одан зардап шекпейді. Өйткені GPT чатты болмаса басқа да бүгінгі таңда жасанды интеллекттері бар сервистерді пайдаланған кезде менің ойымша олар сол медициналық қызметкерлердің біліктігін арттыруға қосымша көмек бере алады. Өйткені ол жерде сұрақ дұрыс қойсаңыз, сізге бәрін ежелден бәрін түсіндіріп жазып береді. Не себепті олай жазғанын, ол дегеніміз жаңа сіздің университетте мүмкін үйренбей, mesela көрмей қалған нәрселеріңіз мына жерде түсіндіріп беру мүмкіндігі бар. Ол енді өкінішке орай бүгінгі таңда көп сұрақтар кейбір кезде жаңа біздің қазақстандық медициналық қызметкерлердің да біліктігіне де күмән туғызатын азаматтар болады. Енді ондай бес саусақ бірдей емес қой. Ондай жағдайлар болып жатқан шығар. Бірақ жалпы жасанды интеллект медициналық қызметкерлерге біліктілігін арттыруға және де сапалы қызмет көрсетуге зор үлесін қосады деген өзім сенімдемін. Одан басқа қазіргі таңның өзінде Қазақстан, шетелде, басқа елдерде, Қазақстанның өзінде медициналық ұйымдарда жасанды интеллектті пайдаланатын ақпараттық жүйелер қолданыста. Оның бәрі біздің өзіміздің қазақстандық дәрігерлер қолданып жұмыс ретінде жұмысында өзінің пайдаланып жүр. Ал сіздер сол жасанды интеллектті қолданып жатсыздар ма? Немесе жоспарлап жүрген жобалар бар ма ол бағытта? Министрлік деңгейінде. Жалпы енді біздің бірінші мақсатымыз саясат, тиісті нормативтік құқықтық акт, заңнамалық құқықтарды қабылдау, оны қаржыландыру, инфрақұрылыммен қамтамасыз ету, мен өзім жеке ақпараттық жүйелеумен, ақпараттық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету, соның ішінде жасанды интеллектті де енгізу. Қазіргі таңда бірінші кезекте біз осы 24-25 жылдың аясында бірінші кезекте енгізгендеріміз, біз енгізген жоқпыз, біз енгізуге жәрдем беріп жатырық, ат салысып, ол жекеменшік ақпараттық жүйелер. Қазақстанның өзінде қазір кем дегенде 3 жасанды интеллект пайдаланатын ақпараттық жүйе медициналық практикада енгізіп қолданыста.
оның алғашқыларының бірі мына Серебро деген ақпараттық жүйе. Ол Қазақстанда емес, ол көп батыс мемлекеттерінде, мына таяу шығыс мемлекеттерінде де танымалы қазір. Сол жақта да енгізу процестер жүреді. Қазақстанда өзімізде қандай сұрақ шешеді? ол азаматтардың инсульттік диагноз қояды. Өйткені ол жерде жылдамдық. Азаматтар инсульт алған кезде қысқа уақытта диагноз қойып және тез медициналық жәрдем көрсету керек. Оның өйткені қанша созылып кетсе, сонша зардабы көп болады. Миға байланысты болған екен. Сондықтан ол жерде жаңа ақпараттық жүйе қысқа уақытта жаңа поражение болған жерде, орысша жаңа зақымданған жер мидың, соны көрсетіп снимктан жаңағы анализін береді, рекомендациясын береді. Алғашқы рекомендация. Соған қарай медициналық жаңа дәрігер тез шешім қабылдап медициналық жедел жәрдем беруге мүмкіндігі болады. Соның аясында қысқа уақытта болған екеуі? Тағын екеуі, біреуі стоматологияға байланысты, жекеменшік стоматологияда пайдаланады. Айдентис деген өнім. Ол да қазақстандық өнім. Қазақстанда 60-тан асық, қателеспесем, мен ақпаратым бойынша стоматология кабинеттерде бүгін пайдалануда. Үшіншісі, мына рак дейді ғой, рак ауруына байланысты ақпараттық жүйе. Ол да Қазақстанның өңірлерінде енгізіліп жатыр. Қазір олардың бәрі жекеменшік компаниялар енгізіп жатыр. Біз заңнамалық түрде жаңа регламенттер бойынша болмаса рұқсат беру жағынан біз оларға жәрдем беріп, ертерек сол процестерді өтуге мүмкіндік беріп жатырмыз жаңа. Жақсы. Енді жасанды интеллекттен цифровизациямызға қайтадан оралайық. Өзекті тақырыптардың бірі ол үлкен қалаларда болсын, өңірлерде болсын, дәрі-дәрмек тапшылығы болып жатады. Кейде оқырмандардан, көрермендерден сондай хаттар алып жатамыз дәрі-дәрмекке қатысты. Осы мәселеде цифрландырудың рөлі қалай болады? Негізі жалпы дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету азаматтарға өзекті сұрақ. Өкінішке орай, енді біз қазір қарайтын болсақ, бірінші кезекте мен мемлекет тарапынан тегін қамтамасыз етілетін дәрі-дәрмекті қарайық. Бірінші театр киім-ілгіштен басталады деген сияқты, дәрі-дәрмектен қамтамасыз ету бірінші бұл жоспарлаудан басталады. Қанша азаматқа, қандай дәрі-дәрмек, қандай көлемде жоспарлану керек. Келесі жылға, мысалы 25-ші жыл, 26-ші жылға жоспарланады, 26-27-ші жылға жоспарланады. Сол сияқты жоспарлаудан басталады. Өкінішке орай, осы күнге дейін дәрі-дәрмекті жоспарлаған кезде шамада есептелетін. Мынанша азамат мынандай аурулармен ауырады, мынандай дәрі-дәрмек керек деген. Былай айтқанда, үлкен масштабта алғанда. Соның арасында жоспарланады, сосын ол дәрі-дәрмек біздің қоластымыздағы мекеме бар, СК Фармация деген. Ол сатып алады оны. Сосын барып өңірлерге логистика арқылы жеткізеді. Әр медициналық ұйымға, олар медициналық ұйым әлеуметтік маңызы бар аурулар дейді. Тіркеу Д-учет дейді ғой, динамический учет дейді. Сонда бар азаматтардың тізімі бар әр участке. Соған қарай өздерінің рецепт жазады, кейін қамтамасыз етеді. Енді бір кезде жетпей қалды дәрі, сатып алған дәрі. Мысалы 12 ай беру керек болатын болса, 11 айға жетеді, 10 айға жетіп қалатын кездер. Бір дәрілер артық қалып кететін кездер болады. Соны жетпей қалғандар енді арыз шағым береді. Мен дәрі алмай қалдым, әртүрлі себептен, болмаса маған рецепт жазып бермеді деген. Сол мақсат, сол сұрақты жою үшін біз мына 26-шы жылға әр тіркеудегі азаматтарды алып, қайсыда қандай аурумен ауырады, қандай хроникалық ауру бар, қандай дәрі пайдаланған, қандай дәрі пайдалану керек, сияқты әр қайсының тізімін алып, автоматты түрде есептеп, 26-шы жылға мына персонализированный потребность дейді, жеке әр азаматты соны есептеп жасадық 26-шы жылы. Сол арқылы қаржыландыруға шықтық. Қанша қаражат қажет? Ол қаражаттың арқасында қандай дәрілер сатылады, қандай көлемде, оның бір дәрінің 2 түрлі, 3 түрлі формасы болуы мүмкін. Оның дозировкасы бар жаңағыда. Соның бәрін есептеп алып, сол 26 жыл көлемін қанша керек екенін есептедік. Бірінші көлемін есептедік, содан қаржыға шықтық, бірінші азаматтарды есептедік, сосын барып соған дәрілердің көлемін есептедік, қанша керек екен, содан қаржыға шығып, қаржы министрі бізге мынанша қаражат керек, міне адамдарды тізімі деп, олардан қаржыландыра аламыз. Енді оны сатып алу керек қой. Иә. Оны сатып алады енді. Қазір сатып алу процесі жүріп жатыр. Қазір дәл осы уақытта сатып алу процесі жүріп жатыр. 26-шы жылға сатып алған екен, 1-ші қаңтардан бастап бізде пациенттердің тізімі бар.
қандай дәрі дәрмек ішетін ол да бар, жаңадан келетін пациенттер бар, оны да есептеуіміз керек. Сөйтіп әрбір медициналық өңірдегі медициналық ұйымға жаңа мемлекет тарапынан қамтамасыз етіліп жатқан соларға дәрі дәрмектердің складтарына жеткізіп береміз, қоймаларына. Сол жерде ақпараттық жүйе бар, автомат түрде мысалы медициналық ақпараттық жүйеде электронды рецепт қалыптастырады. Ол электронды рецепт жаңағы фармацевттің ақпараттық жүйеде ортақ базаға автомат түрде түседі. Бұрын қағаз жүзінде келетін болса, енді қағаз жүзінде жоқ ол. Сонда сіздер нақты санын көріп отырасыздар ғой онлайн? Иә, қазір сұраныс санын көріп отырасыз. Мысалы мен өзім 2 аптада 1 рет қанша рецепттен қанша дәрі берілгенін көріп отырамын. Өйткені мен жаңағы автоматтандырылған екен, оның нәтижесін бағалап отыру керек қой. Сондықтан ол орталықтан деректер көрсетеді, сосын біз әлеуметтік әмиян деген бар жоба. Ол жерде біз жаңа орталықтағы ақпараттық жүйеден азаматтардың әлеуметтік әмиянына жаңағы рецепті кетеді, рецепт QR ретінде, қандай дәрі дәрмек, дозировкасы қандай, QR кодымен келеді. Жаңа ол өзінің жеке кабинеті, Еговта әлеуметтік әмиян бар, сол арқылы жаңағы медициналық ұйымдағы аптекаға барады, QR кодын көрсетеді. Ол автоматтан пистолеттен сканермен оқиды, сразу дәрісін қолына береді. Қазір бар ма? Қазір 85% тегін беретін дәрі дәрмектердің 85% солай беріледі. Ол біз былтыр қыркүйек айының соңында бастадық пилоттық жоба ретінде. Қазір біз 1 жылдан кейін 85% жетті. Кейбір азаматтар бар, әртүрлі денсаулығына байланысты ала алмайды, телефоны жоқ, болмаса интернеті жоқ, болмаса телефонын пайдалануды білмейтін азаматтары бар, үйінде төсек жатып қалған азаматтары бар. Олар пайдаланады. Соны есептеп 15% айып отыр. Енді онда біз жұмыс істейміз. Біздің мақсатымыз 100%-ға жеткізу енді. Өйткені ол жаңа ашықтықты көрсетеді, қолжетімдік бар дәрі дәрмектердің. Сол арқылы біз мына қанша дәрі дәрмектің кімге кеткен, кім алғанын, қай уақытта алғанын бәрін көріп отырамыз. Ал сонда алдыңғы жылдары жетпей қалған өңірлерге не қандай шешім болды, ал артық қалған өңірлерде қандай шешім? Егер бір өңірге көп кетіп қалып, екінші өңірге жетпей қалатын болса, жаңа СК фармация деген біздің мекемеміз бар ғой, ол жаңағы логистер арқылы ауыстырып отырады. Жоқ-жоқтан мына жаққа жібереді. Олар да складтарында қанша қай жерде қандай дәрі дәрмегі бар екенін көріп отырады. Ал бізде мынандай ақпарат бар ма? Жалпы Қазақстандағы ең сондай әлеуметтік дәріге мұқтаж көбірек мұқтаж өңір деген адам санына байланысты ма, әлде ол адам санына байланысты, экологияға байланысты? Мысалы бір өңірлерде жүрек аурулары басым болатын болса, бір өңірлерде онкология, бір өңірлерде сахарный диабет болуы мүмкін. Бірақ жалпы Қазақстан алатын болсақ, халық санына байланысты. Яғни оңтүстік пен батыста көбірек. Енді ол жақта халық саны көп. Оңтүстікте мысалы сол Түркістан облысында 2,5 миллионға жоқ қателеспесем азамат бар мысалы. Болмаса мысалы Абай облысында или Ұлытау облысында мысалы. Енді халық саны әртүрлі қарай. Соның пациенттердің жаңа до учеттағы пациенттердің саны әртүрлі. Бірақ әр өңірлердің өзінің спецификасы болуы мүмкін. Мысалы онкология ол мысалы Қарағанды облысында мүмкін жаңағы Шығыс Қазақстан облысында өндіріс көп жерлерде мысалы үлкен қалаларда болуы мүмкін. Енді экологияға байланысты деп айтады. Сондықтан ол жалпы пропорцияладаған кезде плюс-минус бірдей болады. Енді осы дәрі туралы айта кеткенде сапасы туралы біріншіден, екіншіден шетелден алып келетін дәрілер туралы, мәселен азаматтардың өздері жеке алатын дәрі туралы сұрақ туындап отыр. Оларды кім тексереді? Шекарада біреу қарайды ма, қарамайды ма? Мәселен мен Ресейден немесе Қытайдан неше түрлі дәрілер өзім тапсырыс беруім мүмкін. Оны мемлекет қалай біледі оны? Мемлекет оны көрмейді. Егер жеке өзіңізге алған болсаңыз, оны мемлекет көрмейді. Шектеулі бар дәрі-дәрмек болатын болса, оны там ол жерде сізді көреді. Өйткені мысалы психотропный препараттар болуы мүмкін, наркотикалық препараттар, оны сізде енді оны бақылау қатал бақылауда. А мысалы жеке былай күнделікті мысалы жүрек ауруына байланысты болмаса да мысалы біреулер онкологияға алып жатады, енді мысалы Германиядан болса, Кореядан болса, Түркия республикасынан, ондай кезде оны мемлекет бағған. Өткен жеке енді бірақ жаңа алып сатуға арналған болса, ол заңға сай емес, оны тиісті мемлекеттік құзыретті органдар бар, бәрі бақылайды. Бірақ жаңағы ресми түрде Қазақстанға алып келіп мысалы сататын дәрілер мектері болады, мысалы үлкен дистрибьюторлер болады,
олар болатын болса, мысалы фарм компаниялар болады, оны міндетті түрде тіркеу керек. Арнайы мемлекеттік мекеме бар, ол экспертиза жасайды, бәрін құрамын, бәрін есептейді, ол керек болса өндіруші заводтың да құжаттарын алдырады. Кейбір кезде мысалы өндірушінің өзі шығатын болса, Қазақстанның нарығына шығатын, ол барып өндірушінің заводтағы оборудованиесі, құрал жабдықтарын бәрін тексере алады. Ондай лабораториялар бар арнайы біздің Қазақстанның өзінде, өзіміздің мемлекеттік. Сондықтан оны міндетті түрде тіркеуден өтеді. Оған жаңа тіркеуден өткен арнайы қағаз береді, сертификат, тіркеуден өтеді. Сол арқылы сіз жекеменшік аптека болмаса, ол енді қалыпты жағдай. Мысалы онлайн маркетплейстер арқылы қазір түрі бар. Тапсырыс берсең, жауапкершілік түбінде сатып алушының өзінде қалып тұр ғой, иә? Егер мысалы сіз сатуға онлайнда сатып алсаңыз, сатып алушының өзінде жауапкершілік. Бірақ негізінде заң бойынша шектеу бар. Оны әр азаматтың артынан аңдып жүріп, сен алма деп айта алмайсың. Мысалы 20 миллион халықтың, оның ешкімнің ешқандай шамасы жетпейді. Сондықтан регуляториканың бәрін дұрыс қалыптастырып, тиісті таможня болсын, шекарада тексеретін, болмаса басқа да құзыретті органдардың процестердің бәрі бір-бірімен интеграция салып көріп отыру керек. Ал жекеменшік мысалы азаматтар бар, мысалы шетелге шығады, шетелден өзіне керекті дәрі-дәрмектерді мысалы 1 жылдық запасымен алып келетін азаматтар бар. Ал біз қаншалықты мұқтажбыз? Мемлекет ретінде шетелден дәрі-дәрмекке қаншалықты мұқтажбыз? Мәселен айта кетейін, былтырда Өзбекстанда үлкен мәселелер болды, кішкентай балалардың өліміне байланысты. Ол жерде Үндістаннан келген дәрі-дәрмектерге қатысты болды. 20-дан астам бала қайтыс болды, қателеспесем. Шүкір бізде ондай жағдай тіркелген жоқ, алайда бізде Үндістаннан белсенді сатып алатын елдер қатарындамыз. Бізде қалай ол? Қаншалықты бізде мұқтаждық бар? Одан кейін ол дәрі-дәрмек қаншалықты бізде бір сертификациядан тексеруден өтіп жатыр? Бізде басым бөлік дәріліктер шетелден келеді. Импортный дәрі дейді ғой, айтқанда дәрі-дәрмек. Шетелден келетін дәрілердің барлығы тиісті экспертизадан өтеді. Жаңа сіз айтқанда Өзбекстан мен Қазақстанның мысалы Қазақстанда ол дәрі-дәрмек мысалы өткен жоқ, мысалы Қазақстанда сатылмайды ол дәрі-дәрмек. Мысалы сол сияқты нәрселер біздің лабораторияларымыз бар, арнайы мемлекеттік, мемлекеттік мекеме дедік қой. Ол бүкіл дүние жүзін есептейтін болсақ, біз мен енді тілім жазық, орташа деңгейдегі лаборатория саналады. Әлем бойынша да бүкіл мемлекеттерін алатын болсақ. Қазір мысалы осы 25 жылы біздің мекеме жұмыс істеп, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен жұмыс істеп, біздің лабораторияның деңгейі қазір көтеріледі. Біздің Қазақстандағы лабораторияның деңгейі әлемдік деңгейге жету керек. Осы қателеспесем ақпан айында, наурыз айында. Келесі сұрағым еді, мен сол әлемдік деңгейде интеграция бар ма деп сұрағым келген. Демек сол бағыт қой. Бізде мысалы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен қоян қолтық жұмыс істейміз. Оның рекомендациялары болады, әртүрлі анализдері болады. Оны міндетті түрде біз онымен жұмыс. Демек шетелден келетін дәрілерді тексеру, сараптау одан сайын күшейеді ғой. Лабораторияның мүмкіндігі көбейген кезде ғана деңгейі көтеріледі. Орташа деңгейге біз қашан жеттік? Бізде орташа деңгей 1 жыл болды, сізден тілім жазық. Дегенмен байқасаңыз, қоғамда қазір соңғы 5-8 жылда аутист, ЗПР, ДЦП балалар көбейіп кетті. Бәлкім әлемде сондай шығар, бәлкім бізде көбірек шығар. Көп адамдар соны вакцинаға алып келіп жатады. Бұл жерде де ол шетелден келетін дәрілер. Қаншалықты байланысы бар ол жерде? Енді оның байланысы бар деп мен өз дәрігер болмай екенін айта алмаймын, байланысы бар, байланысы жоқ. Бірақ аутизм спектрінде шалдыққан балаларды енді оны анықтау методикасына байланысты ғой. Бұрын бізде енді қазақ болған екен ғой, енді кейбір кезде мысалы тілі кеш шықса, болмаса балалар ештеңе етпейді. Мен баламда солай болған, тілі шығып кетті деп жаңағы жеңіл қараумен көңіл бөлмеген, аутизм дегенде ондай ауру да болмаған деп андайлады, көп шалықпай жүреді. Қазір әртүрлі методтар бар, әдістемелер бар, соны анықтайтын сәл кішігірім көрсеткіштер болса да аутизм деп диагноз қойып жатады. Сонда оның сол бар. Екіншіден баламен енді ол жерде мысалы кішкентай кезінен бастап телевизиядан көз алмайды балалар. Болмаса
компьютерден көз алмайды, болмаса телефоннан көз алмайды. Енді біздің ата анасының уақытысына жүрген тұрғанына да байланысты шығар, ол әке шешесінің денсаулығы. Енді оның әртүрлі факторлар бар, ондай ауру алып келетін. Сондықтан ол жерде жаңа вакцина деп айтқанын енді мен дұрыс деп есептеймін. Өйткені қазір елде ондай мәселе жоқ па ата аналар тарапынан? мәселелер әрдайым болады. Енді орысша айтқанда антиваксер деп кезінде көп сондай туындады, бірақ соңғы кездерде естілмейді. Әлде де бар. Олар енді министрлік, денсаулық сақтау министрлігі, біздің өңірдегі әріптестеріміз, жаңа денсаулық сақтау басқармалары бар, медициналық ұйымдар түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Мысалы, әрбір азаматқа дұрыс түсіндіру керек. Ол ақпарат дұрыс жетпесе, олар жаңа әртүрлі басқа шешімге келіп, жаңа ана вакцина өтірік, мысалы интернеттен көріп алып, мына вакцина дұрыс емес, мынандай зардабы бар екен деп айтады. Сондықтан мемлекет тарапынан түсіндіру жұмыстары жүйелі түрде жүріп тұру керек. Ол медициналық, сол сияқты медициналық ұйымдардан да жүйелі түрде жүріп тұру керек. Қандай вакцина, не үшін қойылып жатқанын, оның неден ертең қорғайтынын, мысалы, оны түсінбесе, енді жас отбасылар болады. Оның жаңағыдай түсінбей қалған екен, олар жаңа басқа біреудің еліктеп, басқа шешімге келуі мүмкін. Дұрыс емес. Оны түсіндіру жұмыстар. Тек қана соның аясында. Өйткені оның бәрі, жаңа вакциналардың бәрі әртүрлі лабораториялар тексерілген. Жаңа дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен мақұлданған вакциналар. Олардың бәрі жайдан жай фабрикадан, заводтан алып кеп сата бермейді. Оның бәрін жылдап жаңағыдай зерттеу жұмыстары жүреді лабораторияларда. Оның бәрін жайдан жай істемейді. Сондықтан мен ол жағынан жаңа вакцинаға қарсы азаматтарда әлде де бар. Қазір азайды. Бізде одан да ары қарай жұмыс істеп, азаматтардың вакцина деген көзқарасын өзгертуіміз керек. Келесі мәселе ресурс, ол төсек орындар. Жалпы ауруханаларда орын жетпей жатыр деген әңгімені естімейміз, бірақ роддомдарда, үлкен қалаларда әсіресе бэйби бум дейміз ба, басқа дейміз ба, кейде орын жетпей жатады. Тіпті коридорларда шығып кеткен кездер әлеуметтік желіде тарап жатады. Ол бір мәселе. Одан кейін ақылы түрлері бар. Ол енді қалтасы көтергенге байланысты. Осы бағытта перзентханаларда қандай проблемалар бар және олар қалай шешіліп жатыр? Енді мен өзім дәрігер болмаған екен, оны жоспарлану жағынан енді толыққанды жауап бере алмайтын, бірақ перзентханаларда ондай проблемалар жоқ. Болса жаңағыдай инфекциялық ауруханалар болады ғой, балалардың. Сол жерде болуы мүмкін, уақытылы сезонный дейді ғой, мысалы грипп болады, ОРВ деп әртүрлі всплеск инфекция болған кезде, мысалы сол кездерде болмаса, ол тең бірең сараң медициналық ұйымдарда болуы мүмкін. Енді тілім жас, ол да болмауы мүмкін. Бірақ перзентханаларда олар, мен естімеппін ондай жағдай болған, мысалы коридорда жатыр деген уақытылы медициналық қызмет көрсетіледі, босанғаннан кейін, тиісті уақыттан кейін кәдімгідей шығарып салып тиісті көмекті көрсету. Жаңа енді менің қолымда ондай ақпарат болмайды екен қазір. Кейбір ауруханалардың ішінде жаңағыдай бір бөлек родильный отделение дейді ғой, сондайлар болады. Мысалға, менде нақты ақпарат бар, енді ол жерде сенбі жексенбі күні қабылдамайтын жарлықтар бар екен мысалға. Соны мен естіген кезде таң қалдым. Қалай ол адамдар босануға келген 24 сағат келіп жатады ғой. Егер сенбі жексенбі келсе, онда ақылыға кіру керек деген ережелер бар. Ондай ережен енді жеке мемлекеттік, енді жеке жаңа сол жердегі басқа басшылардың жеке бюроғы болмаса, ондай регламент жоқ. Жексенбі қабылдамасын деген. Егер сізде ондай фактор болатын болса, біздің тиісті комитетіміз бар. Сондай мәселелерді қарастырып, жаңағыдай шешім қабылдайды, іс-шара қабылдайды, керек болса. Қарастыруға дайынбыз. Жақсы. Эфирден кейін бөліседі. Жарайды. Өңірлердегі ауруханаларды айтайық. Мысалға, бізде мемлекетте керемет жоба іске қосылды. Ол комфортты мектеп, кейін келешек мектептері деп аталып кетті. Сол сияқты ауруханаларға қатысты жобалар бар ма, және өңірлердегі аурухана мәселесі, аудандардағы ауруханалар мәселесі қалай шешіліп жатыр? Мен осыдан бірнеше жыл бұрын Қарағанды облысында бір ауданда ауруханада болдым. Ол енді шынымен біздің Астанада жүргеннен кейін көп нәрсені аңғармауымыз мүмкін. Өңірлердегі кейбір аурухананың хал-ахуалы өте нашар.
тіпті ескі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген, есік терезесі жаңағыдай үріп тұратын, дәріханаларында қағаз жоқ деген сияқты анау қол сүртетін майлығы жоқ ситуациялар болып жатады. Мен енді Астананың сервисін көргеннен кейін мен таң қалдым оны. Ал кейбір өңір үшін ол нормально, қалыпты жағдай. Осы мәселелерді қандай ілгері? Жалпы енді бағана айттым ғой, инфраструктураға біз өте көңіл бөліп жатырмыз қазір. Үлкен көңіл бөліп жатырмыз. Өйткені бірінші кезекте ауылдағы медицина. Ауылдағы медицина бойынша мемлекет басшысының тапсырмасы бар. Сол аясында биыл енді 25 жыл жоспар бойынша бітіруіміз керек. Жалпы 600, мен қателесем 650-ден асық, 655 ба фаптар медициналық пункттар өңірде жаңадан су жаңа салынады. Былтыр біразын іске қосты. Биыл қалғандарын іске қосу керек. Жылдың соңы жыл бойы қосқандар бар, енді біраз бір-екі өңірлерде қалды, бітпей қалған, соларды бітіру керек. Су жаңа ауылдарда фаптар салып жатыр. Ол деген біздің мемлекеттің ауылдағы біздің азаматтарға деген азаматтардың денсаулығына былай қамқорлығы. Содан басқа мына орталық аудандық больницалар бар. Соларды қайта жаңғырту, қайта жабдықтау, ремонты болсын, жаңағыда капитальный ремонт дейді, сол жұмыстарын. Және де мысалы халық көп тұратын өңірлерде дефицит дейді ғой, койка мест болсын, медициналық жаңасы ұйымдардың жаңағыдай тозғанына байланысты жаңадан медициналық ұйымдар салынып жатыр. Мысалы перзентханалары болсын, оңалту орталықтары болсын, онкологиялық орталықтар болсын, әртүрлі мысалы жүрек ауруларына байланысты болсын, сондай салынып жатыр. Жаңадан салынып жатқандар бар. Бұрынғы ескі ғимараттың ремонттап, капитал түрде қайтадан жаңартып жатқан, жаңа жабдықтармен, жаңа медициналық құралдармен, техникалармен қойғанда. Сонымен қатар үлкен мына облыстың деңгейіндегі үлкен больницаларда салынып жатыр. Ол біздің арнайы біздің жоспарымыз бар. Сол жоспар бойынша істер жүргізіліп жатыр. Өкінішке орай барлығына бірдей бір уақытта істей алмайсың оны. Енді қаражаттың шектеулігі бар, уақыттың өзі 2 жыл жүреді. Құрылыстың өзі 2 жыл жүреді. Үлкен объекттер болса 4-5 жыл жүретін кездері болады. Сондықтан оның бәрі жасалып жатқан нәрселер нәтижесі енді биылдың өзінде көріп жатыр. Жаңа айттым, мен ауылдық фаптарда енді 26 жылда уже нәтижесін болады. Жақын арада лентасын кесіп қиып ашатқан медициналық ұйымдар бар, осы әлеуметтік желілерде де көруге болады. Оның бәрі осы жерде біз телемедицина туралы да айтуымыз керек сияқты, ауылдар туралы айтқан кезде менің түсінігімде ең бірінші сол алыс аймақтағы адамдарға өте пайдалы болатын шара сияқты. Бұл қандай формада іске асып жатыр? Ол қосылды ма әлде енді болатын нәрсе ме? Телемедицина бұрыннан бар бізде. Мен қателеспесем 14-15 жылдар телемедицина болған бізде. Бірақ ол телемедицина мына үлкен аудандық больницаларды, орталықтағы үлкен орталықтар, ғылыми зерттеу институттары бар, біздің орталықтар бар, республикалық деңгейде, облыстық деңгейдегі больницалар бар, медициналық емханалар. Солармен бір-бірін байланыстырып, камера арқылы консультация беріп, врачтармен бір-бірімен, дәрігер бір-бірімен сөйлесіп, пациенттің көрсеткіштерін, анализдерін көрсету, пациенттің өзі отырады. Сондай нәрселер болған. Қазір ол енді өткен заманның былай айтқан технологиялары. Қазір ол телемедицина технология басқаша түрде дамып кеткен. Кейбір телемедицина технология бар, мысалы қашықтықтан УЗИ жасай беруге болады. Пациент дәрігермен или медсестрамен бір өңірде құзыреті бар. Врач бір өңірде, дәрігер бір өңірде. Ол осы мысалы орталықта отырып, жақтағы УЗИ команда беріп, УЗИ жасай беруге болады. Ондай технология бар. Бізде қазір мысалы қыркүйек айында соны белсенді қолданып жатыр ма қазір? Ол бізде Қазақстанда енді кіріп жатыр. Біз 15 қыркүйекте қателеспесем онлайн медицина деген жобаны бастадық президент әкімшілігінің қолдауымен. Ол жерде 8 өңірде 100-ден асық ауылдағы медициналық мекемелерде, мысалы медициналық пункт болсын,
фельдшерлік пункт болсын, сол жерде жаңа арнайы құрал жабдықтарды қойып, сол жерден ауылдағы азаматтардың анализдерін сол жерде көрсеткіштерін анализ тапсыруға да мүмкіндік болады. Алып, жаңа зерттеулерін жүргізіп, ақпараттық жүйе арқылы аудандық больницаға, мысалы облыстық емханаға, тиісті врачтарға қол жетімді қылып, сол жерден консультация алуға мүмкіндік болады. Өйткені ана жерде медициналық пунктта, мысалы фельдшерлік пунктта врач жоқ ол жерде фельдшер, медсестра. Ол жаңа тиісті диагноз қоя алмауы мүмкін. Қоя алмайды, оның компетенциясына кірмейді. Сондықтан оны врач қояды. Врач көрсеткен жаңағы анализдердің, мысалы медициналық жаңа жазбаларын көрген екен, мысалы аудандағы, мысалы орталықтағы, облыстағы, мысалы республикалық деңгейдегі дәрігер соны медициналық анализдерін, көрсеткіштерін алып диагноз қойылады. Соны біз 100 медициналық ұйымда жасадық. Қазір 1 желтоқсанға дейін жоба қазір бітті. Қазір нәтижелерін талдап жатырмыз. Қандай оң нәтиже берді, қандай тежегіш факторлар болды, қандай проблемалар шықты, қандай сұрақтар шықты, бүкіл сұрақтарын анықтап, осы аптаның өзіме өңірлермен кездестім, онлайн өздерінің ойларын айтты, ары қарай жалғастыруға деген ниеттерін білдірді, ары қарай жалғастырамыз. Және де 8 өңіріміз, басқа да өңірлерді қосу өзімізге мақсат қойып отырмыз. Жалпы 26 жылы сол арқылы, сондай әдістеме арқылы бірінші кезекте ауылдағы медициналық пункттардың бәрін, фельдшерлік пункттардың бәрін бір-бірімен байланыстырып, аудандық деңгейге, облыс деңгейге шығару. Ол деген нені шешеді? Біріншіден, дәрігерлердің дефицитін шешеді. Ол жақта дәрігердің ұстаудың қажеті жоқ. Енді онлайн орталықтан дәрігер консультация ем-шара бере алады, тағайындалады. Екінші, мына ауылдағы азаматтардың ауданға, болмаса облыс орталығына, қалаға барып, медициналық жаңа мекемеге дәрігер жүрген кезде оның қалта шығындары бар. Ол жаққа көлікпен барады, қайтады, ол жерде қонады, болмаса бір күнде болмаса, оның бәрін үнемдейді. Үшінші мәселе уақыт. Дер кезінде азаматтардың аурулар болса соны анықтап, тиісті диагноз қойып, ем-шара болады. Мысалы, бір күннің кері кезде болуы мүмкін, мысалы, бір күннің өзі үлкен роль атқарады. Мысалы, бүгін анықтады ма, бүгін ем-шара экстрен дәрі-дәрмек емес, осы скорый келіп алып кетеді. Ал егер оны анықтамаса, ертең ол ауыр жағдай алып келді, ауыр жағдайға түсіп кетеді. Соның өзі уақыт соның мәселелерді шешу үшін осындай жұмыс басталды. Тек азаматтардың емес, мемлекеттің де қаражат үнемдеуге алып келеді ғой. Соның бәрі осындай біздің үлкен концепциямыз бар, жоспарымыз бар. Телемедицинаны енгізу. Ол жаңа үлгідегі телемедициналар кезең-кезең қазір бүкіл Қазақстан бойынша енгіземіз. Жақсы. Ербол Дүйсебайұлы, сіздің жақсы толық жауаптарыңыз үшін көп рахмет. Уақыт тауып студиямызға келгеніңізге рахмет. Алдағы осы шаруаларыңызға, жоспарларыңызға сәтті орындалсын деп тілейміз. Құрметті көрермен, бүгін біз Қазақстандағы медицина тақырыбын талқыладық. Денсаулық сақтау жүйесінің цифрлық трансформациясы туралы ашық әрі мазмұнды әңгіме өрбіттік. Студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің вице-министрі Ербол Дүйсебайұлы болды. Көп рахмет. Құрметті көрермен, осы мәселеге байланысты өз ой пікірлеріңізді біздің YouTube арнамызда білдіре отырыңыздар. Көріскенше.